көп сөйлеп уақыттарыңызды алмай қойын. Кеше болған бойды Хамзат Чимаев пен Шон Стрикленд деген UFC-дағы боецтердің бойын көрген шығарсыздар, я көпшіліктеріңіз. Сол бойда Хамзат Чимаев жеңіліп қалған екен. Соған көпшілік адамдар Хамзат Чимаев жеңеді деп ставкаға да ақша тіккен екен. Сол жеңілгеннен кейін біраз адамдар общем ақшаға қадалған ғой. Сол кеше жаңалықтарды қарасам, Өзбекстанда 2 жасөспірім жігіт сол Хамзат Чимаевқа бүткіл ақшаларын тігіп, сол тіккен ақшаларының барлығын ұтылып қалған екен. Ең өкінішті жағдай, сол ақшаларын тіккеннен кейін өз-өздеріне қол жұмсап, дүниеден өтіп кеткен екен. Алла сақтасын бұндай дүниеден бұлай өтудің, Алла сақтасын. Достар, бұл бізге баршаларымызға, барша мұсылмандарға ескерту болсын. Ставка деген нәрсе, құмарлы ойындар, азартный ойындар, барлық нәрсе негізі арам болып есептеледі шариғатпен былай қарағанда. Сондықтан мұсылман болсаңыздар, мұсылман адамдарға бұл ең бірінші ескерту өзіме, содан кейін барып сіздерге болсын. Достар, ставка деген нәрсеге жоламайық. Ол өте аяғы жаман нәрсеге апарады, және де ол ставкадан тапқан ақшаларыңызда сіздердің арам болып есептеледі. Сондықтан тапқан ақшаларыңыз адал болуын Алла тағала нәсіп етсін. Сақ болайық бұндай нәрселерден. Құрметті бауырлар, аман болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын.